Сәлеметсіздер ме? Емтихандық қойылымды жалғастыра біздер бүгін түпнұсқа қағазда жұмысты жалғастырамыз, яғни сызықты конструктивті құрастыру және натюрмортта орналастыруды бастаймыз. Бізге қажет құралдар А3 көлеміндегі қағаз, жай қарындаштар және көшіргіш. Натюрмортты құрастыруда бізге жоба суретіміз көмектеседі. Әрі қарата натюрмортты түпнұсқа қағазда үйлестіруді бастаймыз. Алдымен қағаздың бөлігінде натюрморттың орналасу жерлерін белгілейміз. Оң жақтан, сол жақтан, оң жақтан тең көлемде сызықтар белгілейміз. Жоғары жақтан төмен жақтан сәл көптеу орын белгілеп аламыз. Және заттардың пішінін құрастыруды бастаймыз. Бізде бірінші бұл қарапайым шар пішінді дөңгелек пияз жуа, және екінші төменгі бөлікте шынаяқтың орны төртбұрышты пішінмен. Сонымен қатар ең ірі зат бұл біздің құмырамыз. Оның жоғарғы ернеуі, табаны. Осылай натюрморттың орналасатын жерін айқындап үйлестіруді бастаймыз. Келесі кезек натюрморттың заттарының құрастырмалы бейнелеу. Әрбір затқа тоқталып, заттардың пішіндерін қарастырамыз. Геометриялық дененің қандай пішіндерге сәйкес келеді. Құмыраға қарайтын болсақ, бұл мойны конус пішінді зат, трапеция деп аталады. Онан кейін денесі қиық конус және трапеция пішінді табаны. Пияз жоғары жақ бөлігі конус пішінді, табан жақ бөлігі шар тәрізді денеге сәйкес келеді. Шынаяқ геометриялық дене цилиндрге сәйкес келеді. Осы пішіндерді ұға отырып, біздер натюрморттың заттарын арақатынасын тағы бір өлшеп тексеріп аламыз. Яғни заттардың биіктігін, енін анықтаймыз. Ол үшін қарындашты алып, қолымызды соза отырып, әрбір заттардың биіктігі мен енін салыстырамыз және заттардың бір-бірімен салыстырамыз. Байқап отырғанымдай, шынаяқ құмыраға сәйкестендіріп салған кезде 1-2,5 есе биіктікте болу керек. 1-2,5 сәйкес келеді. Және пияздың биіктігін алып, құмыраның денесін салып көріңіз. 1-2-3 сәйкестікке келеді. Белгілену керек. 1-2-3 сәйкестікке келеді. Әрі қарай құмыраның биіктігі мен енін анықтаймыз. Құмыраның енді жері ауада өлшеп, натюрмортта тексеріп бақылаймыз. 1-8 көлемінде шығар. Мен енді құмыраның енді жері анықтап отырып, 1-2, яғни 1,5-1,7-8 өлшеміне сәйкес келеді. Келесі кезек заттардың негізгі ойсыз сызықтарын анықтау. Орта тұстан ойсыз тік сызықтарды түсіреміз. Тік сызықтарды қағаздың жиектерімен өлшей отырып, қисайып кетпеуін бақылаймыз. Және сол сияқты тік қабырға сызықтарында
қағаздың жиектерімен заттардың қабырға сызықтарын қағаздың жиектерімен тексеріп байқап аламыз. Әрі қарай көлденең сызықтарды белгілейміз, яғни бұл дөңгелек эллипстің ортадағы сызықтары, көлденең осьтік сызықтары, құмыраның мойнының, құмыра ернеуінің. Эллипстерді құрастыру үшін өткен сабақта айтып өткендей, поискеде және де эллипстердің төменнен жоғары қарата өзінің перспективалық қысқаруға байланысты ендері азая бастайды, немесе жоғарыдан төмен қарата ендері көбейе бастайды. Сондықтан эллипстің көлденең сызықтарын тік осьтік сызығын белгілейміз және жанындағы аяқталу сызықтарын көрсетеміз. Эллипс сызған кезде, суретін салған кезде алдыңғы бөліктен көбірек орын аламыз және эллипстің көлденең осьтік сызығының артқы бөлігінде кішкене болса да аз орын аламыз. Өйткені біздерде эллипс жазықтықта жатқаннан кейін бұл перспективалық қысқаруға бейнелік өнерінің заңдылығын меңгереміз. Тек қана осьтік сызықтың бойы эллипстің дөңес бөлігін біріктіреді. Дәл осындай құрастырманы құмыраның табан бөліктеріндегі эллипстерде көрсетеміз. Тек қана осьтік сызықтың тұсы эллипстің шеңберлерімен қиылысады. Әрі қарай эллипстің қысқару еніне байланысты құрастыруды жалғастырамыз. Натюрморттың сызықтық құрастырмалы бейнесін жалғастыра отырып, әрбір заттардың құрылысын тексеріп, қарап, матаның жиырықтарын, натюрморттың алдыңғы қырын, натюрморттың көлденең жазықтық пен тік жазықтықтың бөлінген қиылысын және де әрбір заттан түспе көлеңкенің бағыттарын белгілеп, эллипстерді орналастырып, біздер сызықтық құрастырмалық бейнені аяқтаймыз. Келесі сабақта натюрморттың өңдік шешіміне жұмыс жасаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.